Ақтөбе облысында мектеп қабырғасындағы оқушы жасырын түрде мерт болды. Сәлеметсіздер ме достар? Бізге жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Айшуақ ауылында мектеп оқушысы жұмбақ жағдайда мерт болды. Қазір полиция тергеп тексеріп жатыр деп хабарлайды ел.кз ақпарат агенттігі. Ақтөбе облыстық ПД баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға 20 желтоқсан күні болған. Шалқар ауданының Айшуақ ауылында кәмелетке толмаған баланың денесі табылды. Осы факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Қазіргі қаратта бірқатар сараптама тағайындалды. Қылмыстық істі тергеп-тексеру шеберінде өзге де ақпарат жариялай етуге жатпайды, деді облыстық ПД баспасөз қызметінің жетекшісі Ерболат Сарқұлов. Оқиғаның қандай болғаны әзірге белгісіз. Полиция күдікті ілінгендер туралы да ақпарат бермеді. Шалқар аудандық ауруханасының бас дәрігері Жанкелді Былқайырдың айтуынша, оқиға болған күні 9 сынып оқушысына алдына медбикенің үйіне апарған. Баланың тыныс алмай жатқанын білген медбике үй жанында тұратын дәрігерге хабар берген. Ол да кәмелетке толмаған баланың мерт болғанын айтып, полиция шақырған. Айшуақ дәрігерлік амбулаториясына апарып, сараптама тағайындалды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.